Сәлем достар, сіздермен мен Зәурен Арбутаева. Бүгін үйренетін тақырыбымыз ол жаңа аккордтар, жаңа қағыс. Біз оны чос деп атаймыз. Оң қолымызды жинақтап ұстап, естеріңізде болса, бірінші сабақта мен саусақтардың атын атап өткен едім. Тағы бір рет қайталап алайық. P, I, M, A. I саусағымызбен төмен қарап жүреміз. 4 струнамен ұрамыз. 6 струнаның түгел бәрін ұрудың қажеті жоқ. Тек қана 4 струна. Жаттығу жасап жатқан кезде сол қолмен струналарды басып, дыбысты шығармай, осылай үйренген дұрыс. Енді жаттығуымызға біз пи саусағын қосамыз. Пи саусағымыз жоғары қарап жүреді. Енді екі саусағымызды қосып, бірге санап айтамыз. 1, ке, 2, ке, 3, ке, 4, ке. Тағы да қайталаймыз. 1, ке, 2, ке, 3, ке, 4, ке. Мұқият тыңдаңыздар, шала болмау керек. 1, ке, 2, ке, 3, ке, 4, ке. Енді қазір осы қағысты түгелдей жаттаймыз. Пи саусағымызбен төменге, ай саусағымызбен жоғары, ай саусағымызбен төмен, ай саусағымызбен төмен қағыс болған кезде алақанымызбен бір мезгілде струналарды жауып қоюымыз керек. 1, ке, 2, ке. Қайталаймыз. 1, ке, 2, ке. 1, ке, 2, ке. Егерде қиындау болып жатса, оны 2-ге бөлген дұрыс болады. Бас саусағымызбен, пи саусағымызбен ай саусағымызды бірінші жаттықтырып аламыз. Төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен, жоғары. Екінші бөлігіміз төмен, төмен, жоғары, төмен, жоғары. Дәл осыны бірге ойнаймыз. 1, ке, 2, ке. 1, ке, 2, ке. 1, ке, 2, ке. Сол қолымызда аккордтарымыз си минор, ми минор, ля мажор, ре мажор, фа мажор, фа диез мажор, септ аккорд, си мажор, септ аккорд. Қайталаймыз. Үйренетін аккордтарымыз си минор, ми минор, ля мажор, ре мажор, фа диез мажор, септ аккорд, си мажор, септ аккорд. Бұл аккордымыздың қиындығы барре.
баррені жаттықтыру үшін біз арнайы барреге отыруымыз керек. Ол қандай жаттығу? Әрбір латта баррені қойып, дыбыстарын түгелдей тексеріп аламыз. Дәл осылай 12-ші латқа дейін барамыз. Артқа ерінбей қайта 1-ші латқа қайтамыз. Бұл жаттығу міндетті түрде. Бұл аккордымыз си минор. 2-ші латқа бүкіл 6 струнаны 1-ші саусағымызбен басамыз. Дыбыстар тексеріп аламыз. Баррені жібермей, 2-ші саусағымызды 2-ші струнаның 3-ші ладына қоямыз. 4-ші саусағымызды 4-ші ладтың 3-ші струнасына қоямыз. 3-ші саусағымызды 4-ші ладтың 4-ші струнасына қоямыз. Дәл осылай аккордымызды түгелдей тексеріп аламыз. Келесі аккордымыз ми минор. Естеріңізде болса, бұл аккордты біз ойнадық. Қайталаймыз. 4 струна бізде ашық, басылатын 2 струна. 3-ші саусағымызбен 2-ші ладтың 4-ші струнасын басамыз. 2-ші саусақпен 2-ші ладтың 5-ші струнасын басамыз. Аккордымызды тексеріп аламыз. Келесі аккорд ля мажор. 1-ші струна ашық. 3-ші саусағымызбен 2-ші ладтың 2-ші струнасын басамыз. 2-ші саусақпен 3-ші струнаның 2-ші ладын басамыз. 1-ші саусақпен 4-ші струнаның 2-ші ладын басамыз. Тексеріп аламыз. Ре мажор. 2-ші саусағымызбен 1-ші струнаның 2-ші ладын басамыз. 3-ші саусақпен 3-ші ладтың 2-ші струнасын басамыз. 1-ші саусақпен 3-ші струнаның 2-ші ладын басамыз. Ре мажор. Си мажор, септ аккорд. Фа диез мажор, септ аккорд. Бұл аккордты дәл солай барре басамыз. Әрбір струнаны тексеріп аламыз. 3-ші саусақпен 4-ші ладтың 5-ші струнасын басамыз. 2-ші саусақпен 3-ші струнаның 3-ші ладын басамыз. Фа диез мажор, септ аккорд. Си мажор, септ аккорд. Барре ұстаймыз. Дәл солай 2-ші ладта 4-ші саусақпен 4-ші ладтың 2-ші струнасын басамыз. 3-ші саусақпен 4-ші ладтың 4-ші струнасын басамыз. Си мажор, септ аккорд. Дәл қазір біз жаңа үйренген жаңа қағысымызбен қазір үйренген аккордтарымызды қосып бірге ойнап көрейік. Бұл аккордтарды ойнап жалығып кетпеу үшін бір әнге қосып сүймелдеп айтып көрейік. Ханшайым мамау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның
шегір. Осымен бүгін біздің сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма жаңа қағысты санап үйрену. Қайталаймыз. 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2. Жаңа аккордтарымыз. Си минор, барреның жаттығуын ұмытпаймыз. Әрбір латта 6 струнаны тексеріп, бүкіл дыбысты дұрыс басамыз. Си минор, ми минор, ля мажор, ре мажор, фа диез мажор, септ аккорд, си мажор, септ аккорд. Осы жаттығуларды жасап болған соң, екі қолымызды қосып, әндетіп, тартып көреміз. Сіздермен болған мен Зәурен Нарбытаева. Қош, сау болыңыздар.